Сәлем команда, менің есімім Айзада. Бүгінгі сабақ Одноклассники желісіндегі жұмыс жасау үшін соның настройкасын оформлять етуді, яғни әрлеуді көрсететін боламын. Неге біз инстамагазинмен бірге Одноклассникті бірге алып жүреміз? Себебі Одноклассникте өте жақсы, былайша айтқанда вирусный алгоритм дейді ғой, бірін-бірімен жаңа касание сияқты жақсы жұмыс жасайды, бірін-біріне информациялар тез тарайды. Біріншіден, бұл Одноклассникида біздің целевой аудиториямыз отыр, 30+, былайша айтқанда 30+. Екіншіден, өзіміздің жергілікті мекен-жайымызбен бойынша нақты четко жұмыс жасаймыз. Бұл деген өте үлкен плюс. Инстаграмда геоны таңдау қиын болса, Одноклассникида бұл өте оңай. Егер де сіз жарнама жасағыңыз келсе, үшіншіден бұл жарнамалау үшін жолдары өте жеңіл болып келеді. Так, енді қараңыздар. Егерде бұның бір тағы жақсы жағы, мысалға сіз лентаға класс дегенді бассаңыз, мына жерде мынау класс деп тұр ғой, мына класс. Осы класс дегенді бассаңыз, оны сіздің достарыңызда көре алады. Бұл деген өте тез тарайды. Яғни сіздің постыңызды саласыз, лентада ол көрініп тұрады. Сіз ол постқа класс дегенді қойып кет деп сондай сөзді кірістіресіз, және оны басқа да адамдар кірістіреді. Сонымен қатар, оны классты қойғаннан кейін сіздің достарыңыз да соны көре алады. Так, ары қарай кеттік. Қазіргі таңда Инстаграмнан кейін адамдар осы Одноклассникаға көшіп жатыр. Біз соны пайдалануымыз керекпіз. Жалпы айтқанда ниша өте аз, елдер Одноклассникаға активны қосылып кіріп жатыр. Біз соны пайдалану керекпіз. Бұған біздің уақытымыз да көп кетпейді, былайынша айтқанда. Так, сонымен Одноклассники ашу керекпіз, яғни бұрыннан ашылған болса, онда оны да қолдана береміз. Қалай ашу керек екен мен қазір сізге көрсетпеймін. Ол туралы YouTube-та сабақтар өте көп, оны өздеріңіз қарайсыздар, қалай Одноклассникті қандай телефонға, қандай Mail.ru почта ма, сондай Gmail почта арқылы ма тіркегенді өзіңіз сол YouTube-тағы сабақтардан көре аласыздар. Енді осыны оформить етуді көрсетемін. Ең бірінші аваға Инстаграмдағы, яғни инстамагазиндегі қойған фотоны қоямыз. Мысалға мұны. Мен уже оформлять етіп қойдым. Мына жерге кірген кезде мұны фотоның суретін басасыз, выбрать фото дейсіз. Осы жерде сіз фотоңызды алдын ала галереяға дайындап қоясыз, және қай папкада тұрғансыз көріп дайындап қойыңыз, өйткені уақытыңыз кетпеу керек. Мысалға айтатын болсақ, мен мына фотоны дайындап қойған, білем қай папкада екен, алып осылай мен таңдаймын, сөйтем да мен бұны плюс деймін. Яғни окей деймін, сохранить етем да окей деймін. Қазір мен бұны таңдамай қояйын, өйткені мен уже таңдап қойғам. Так, ары қарай кеттік. Так, қайда шығып кеттім? Так, енді біз осы аватарканы жаңағы суретін қойып қойғаннан кейін, міндетті түрде біз мына обложкасында суретке қою керек. Мына обложкасы тұр ғой, мына лимонның суреті. Осы жерге обложканы қолымызбен басатын болсақ, мына жерде ставить обложку, болмаса фотография дейді. Мен мысалы сменить обложку десем, мына жерде маған галереяда басқа суреттер, мысалы мына суретті қойсам да болады, көрдіңіз ба? Мен ол үшін сохранить етуім керекпін. Жарайды, мен сохранить ете салайын, Ал кеттік дейік. Менің фотом обложкам өзгерді. Мұны қараңыздар. Өзгерді. Енді настройка личных данных деген кіреміз. Мұны настройки. Осы жерде ең басында настройка личных данных деген тұр. Осы жерді басамыз. Осы жерде сіздің тіркелген номеріңіз толық көрсетілмейді, бірақ қай номермен тіркелгеніңіз көрсетіліп тұрады. Почтаңыз бұл жерде көрсетілген жоқ. Осы жерде личные данные дегенді басамыз. Мұна жерді қараңыз. Имя деген жерге сибирская дейсіз. Фамилия деген жерде здоровье және подарка деп қойсаңыз болады. Және пол. Біз женский полмен, әйелдер, қыз-келіншектермен жұмыс жасаймыз. Және өзіңіз туған күніңіз, жерде Қазақстанды таңдайсыз.
Одан кейін өзіңіздің қай қалада тұрасыз, соны таңдайсыз. Мен уже өзімдікін дайындап тіркеп жасап қойдым да, ең соңында сохранить дегенді басасыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Так, ары қарай кеттік. Ең маңызды нәрсе, қазір шығайын осы жерден. Так, ең маңызды нәрсе, ол Одноклассникида жаңа ашылған аккаунттарды администратор өте тез блокқа қояды. Біз жаңадан ашылған аккаунт болғансын ұқыпты мұқият раскручивать ету керекпіз. Ол деген сөз, осы Одноклассникидің администрациясы осы аккаунт желісін дұрыс пайдалану мақсатында олар осы аккаунттарды, жаңадан ашылған аккаунттарды шамамен 1 апта бойы қадағалайды. Енді біз бірінші күні не істейміз? Бірінші күні біз тек аккаунтты әрлейміз, яғни оформление жасаймыз ғой енді. Ол деген жаңа аватарканы, обложканы, суреттерін қоямыз. Ары қарай кеттік. Сосын поисковикке барып, мұны астында мұны тұр ғой, мынау сөйлесудің, диалогтың суреті тұр, мынау хаттың суреті тұр. Одан кейін мынау не тұр? Бұлардың бәріне бармайсыздар, мына кітапша сияқтыға барасыздар. Осы жерде оң жақта, төбесінде оң жақта мынау лупаның суреті тұр, поисковик. Осы жерге барған кейін міне люди деп тұр, осы людиға барамыз да, біз не істейміз? Біз өзімізге аккаунт табуымыз керекпіз. Былайша айтқанда, бірінші өзіміздің қаламызды жазамыз ғой қазір. Сатушылар, яғни орысша айтқан кезде продавашкаларды біз өзімізге табу керекпіз. Сізге берген парақшаның кейбірі ол жұмыс жасамауы мүмкін, недействующий болуы мүмкін. Так, кеттік. Так, Тараз сауда, болмаса магазин, Тараз дүкен деп көрейікші. Магазин. Мына қараңыздар, бізге магазин Леди Тараз, комиссионный магазин деген кеп тұр. Мен жаңа айтып кеттім, бұлардың бізге аккаунттар тауып берді, бірақ бұлардың арасында жұмыс жасамау мүмкін, недействующий болуы мүмкін. Оны біз не істейміз? Оны біз анықтау үшін оң жақта мынау 3 сызықшалар тұр ғой, мұны. Не деп айтты? Фильтр. Осы фильтрді басамыз. Осы фильтрға басқаннан кейін өзімізге керектілерді нақтылаймыз. Мысалға, кім керек бізге? Пол, мужской, керек жоқ, женский дейміз. Возраст, мысалға, 20-дан 45-ке дейін делік. Так, 45 дейміз. Одан кейін әркім өзінің қаласын таңдайды. Мен Тараз деймін. Және сейчас на сайте дейміз да, применить дейміз. Мына бізге керек еместердікін алып тастады, Мына керектерді ғана бізге не істеді? Тауып берді. Біз осы применять етіп болғаннан кейін бізге действующий активныйлар шығарып берді. Солардың тек 4-еуіне ғана біз плюс басып дружба қосамыз. 4-еу-ақ, одан басқа ешқайсысын қоспаймыз. Олардың біздің қабылдағанын біз күтеміз. Так, женская одежда деп тұр, мысалға, осыған көрдіңіздер ме? Значит, бұл действующий болып тұр. Так. Так, мұны бос жібердік. Так, группы болып кетті. Енді қараңыздар, екінші күні біз не істейміз? Біз заявканы қабылдағаннан соң басқа әрекеттерге кірсеміз. Яғни аватарканы бассақ, өзіміздің лентамызға түсеміз. Былай істейін. Жалпы түсінікті ғой, Мұны қараңыздар. Осы жерде бізге мысалға қазір на сайте болып тұрғандар мұны. Сейчас на сайте көрдіңіз ба? Мұны плюсті басамыз. Запрос отправлено. Так, кеттік осылай. Айгүл дейік, мысалға да. Там Анастасия дейік. Осылай өзіңізге керектерді, мысалы 4 адамға
запрос жібересіз. Так, енді не істейміз? Енді өзіміздің аватаркамызға барайық. Мына өзіміздің суретімізді бассақ, аватаркамыз өзіміздің лентамызға түседі. Мына көрдіңіздер ма? Осы лентамызға түстік. Біз аваға, обложкаға салынған фотоларымыз, сіздер салдыңыздар ғой, жаңа сурет салдыңыздар, аватаркаға қойыңыздар. Ол мына жерде міне көрініп тұр. Біз бұны вообще алып тастаймыз лентадан. Оң жақта 3 точканы басамыз да, скрыть с ленты дейді. Бұны бізге елдің көргенін, фотомызды ауыстырғанын, обложка қойғанымыз елге көру міндетті емес, оны біз алып тастаймыз, яғни скрывать етіп тастаймыз. Енді уточнить поиск дегенге кіріп, біз жаңа женский полды таңдадық, иә? Сейчас на сайте дегенді істедік, применять еттік. Бізге қазір онлайнда отырған көрінді. Біз оның бәріне аккаунттарына жай ғана кіріп шығамыз енді. Так, қайттан барайық. Кіреміз, иә? Осы жерде біз не істейміз? Жаңа уточнить дегенге кіреміз қайтадан. Міне, так, қайт басып кіріп шығайықшы. Мысалға, мына 20 дейін да, қайттан 45 дейін. 45, Тараз, сейчас на сайте применить. Мына осы жерде отырғандардың бәріне просто, былайша айтқанда, жай ғана міне кіреміз аккаунтына, болды шығамыз. Кіреміз, просто шығамыз. Біз бұлардың аккаунтына кірген қонақпыз. Былайша айтқанда гости. Бұлар біздің парақшамызды, біздің әшейін кіріп шыққанымызды көре алады. Күніне біз шамамен 50 шақты адамға ғана кіре аламыз. Себебі сіздің парақшаңызды жаңадан ашылғаны болған соң, сіз модерациядан өтесіз. Где-то айтып тұрмын ғой, бір аптада. Так, сол жақта 3 нүктені басқаннан кейін бізге кірген адамдар көрінеді. Қараңыздар, міне гостиді басып қарайтын болсақ, маған 6 адам кірген екен. Міне менің парақшамды 6 адам кіріп көрген екен. Енді осылай кіріп көргеннен кейін енді пост салуды келесі сабақта көрсетемін. Одноклассникімен жаңағы нені, Одноклассникке пост салуды және Инста магазиннен екеуісін қалай бірін-біріне байланыстыру туралы мен, яғни Инста магазиннен постты Одноклассникке қалай көшіру туралы постты мен келесі сабақта көрсететін боламын. Жалпы бүгіндікке осы. Гости, біз мысалға, біз көрдік қоя, кім мысалы жаңа кірген кезде, бізге кім гости кірді, біз көре алдық қой, сол сияқты біз күніне 50 шақты адамның парақшасына кіріп отыратын болсақ, бізге де мына кім кірді екен маған деп біздің парақшамызға түседі. Жалпы бүгіндікке осы. Сіздермен болған мен Айзада, сау болыңыздар.